Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ванфa'на бима алламтана иннака аля кулли шайин кадир. Аллахумма ла сахла илля ма джа'алтаху сахла ва анта тадж'алул хазна идha ши'та сахла. Амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша фиқх сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда оқитын тақырыбымыз бабул мурабаха ва таулия. Мурабаха ва таулия сауда түрлері. Әл-мурабахату, мурабаха саудасы нақлу ма малакаху бил ақтил аували, бірінші сауда келісімі арқылы иеленген нәрсесін өзінің меншігінен шығаруы, яғни сатуы. Бисаманил аували, алғашқы бағамен, яғни сатып алған бағасымен сатуы, ма'a зиядати рибхин, үстіне пайданы қосып. Мысалы, бір тауарды 100 мың теңгеге сатып алатын болса, соны 100 мың теңгеге үстіне тағы да пайдасын қосып, мысалы 5 мың теңге пайдасын қосып, 105 мың теңгеге сату. Және бұны жай емес, айтып сатуы. Сатып алушыға бұл тауарды мен өзім 100 мың теңгеге сатып алдым, үстіне 5 мың теңге пайдамды қосып, 105 мың теңгеге сатып атырмын деп сатуы, бұл мурабаха болып табылады. Яғни мурабаха дегеніміз алғашқы сауда келісімінде жағы сатып алған бағасына өзінің пайдасын қосып, соны осына баяндап, сатып алатын кісіге баяндап сатуы мурабаха делінеді. Таулия болса, таулия саудасы нақлу ма малакаху бил ақтил аували биссаманил аували мин ғайри зиядати рибхин. Нақлу ма малакаху бил ақтил аували. Алғашқы сауда арқылы иеленген өзінің мүлкін басқа біреудің мүлкіне өткізуі биссаманил аували, сатып алған бағасымен. Яғни сатып алған бір затты сатып алған бағасымен сатуы. Мин ғайри зиядати рибхин, ешқандай пайда қоспастан. Мысалы, бір тауарды 100 мың теңгеге сатып алса, соны сол 100 мың теңгеге сатуы, ешқандай пайда қоспастан және бағасын түсірместен сатып алған бағасына сатуы таулия деп аталады. Таулия деп аталу үшін осыны сатып алушыға баяндауы керек. Бұл тауарды мен өзім 100 мың теңгеге сатып алғанмын, ешқандай пайда қоспай, сол 100 мың теңгеге сатып жатырмын десе, бұл таулия болып есептеледі. Тағы бір түрі бар, үшінші түрі вади'a деп аталады. Ол кітабымызда жазылмаған, яғни сатып алған тауарын сатып алған бағасынан төмен бағаға сатуы. Мен бұл тауарды 100 мың теңгеге сатып алдым, өзінің бағасына емес, тіпті оны төмен түсіріп, төмен бағамен сатып жатырмын, 90 мың теңгеге сатып жатырмын деп, өзінің сатып алу бағасынан төмен бағаға сатуы вади'a деп аталады. Енді мурабаха, таулия және вади'ада бұл осы үш сауданың бір ерекшелігі, ұқсас ерекшеліктері, ортақ ерекшеліктері. Сатып алған бағасын сатушыға айтады, және үстіне қосқан бағасын, егер үстіне пайда қосып сатса, ол мурабаха болады. Егер сол сатып алған бағасына ешқандай пайда қоспай сататын болса, сол бағаға ол таулия болып саналады.
ал сатып алған бағасынан төмен бағаға сататын болса, ол уадиа болып есептеледі. Және бұл жерде сатып алушыға сатып алған, өзінің сатып алған бағасын баяндап, және үстіндегі пайдасын баяндап, немесе пайда қоспаса оны баяндап, немесе сатып алған бағасынан төменге сатып жатқан болса, соны баяндап сатуы. Осы үшеуіне бәйғул әмана деп атайды. Осы үш сауданың ортақ атауы бәйғул әмана, аманат саудасы. Яғни бұл жерде сіз осы сөздеріңіз арқылы, осылай айту арқылы сатып алушыны өзіңізге сендіресіз. Сатып алушы сіздің сөзіңізге сеніп, сол тауарды сатып алады. Мысалы, ол кісі бұл тауардың бағасының қанша екендігін және сіздің үстіне қанша пайда қосып отқаныңызды сіздің сөзіңізден естіп, сізге сенеді. Сол сөзіңізге сеніп сатып алады. Немесе қанша бағаға сатып алғаныңызды айтасыз, және үстіне ешқандай ақша қоспай сатып жатқаныңызды айтқан кезіңізде сіздің сөзіңізге сеніп, ол кісі сатып алады. Немесе сіз қаншаға сатып алғаныңызды айтып, және оны сатып алған бағадан төмен бағаға сатып жатырмын деп айтқан болсаңыз, ол кезде сіздің осы сөзіңізге сеніп, ол кісі сатып алады. Сондықтан бұл жерде сізге сатып алушы осы сөзіңізге сеніп сатып алып жатқандықтан, сатып алатын болғандықтан, бұл сауда түрлері бәйғул әмана деп аталады. Сондықтан да бұл жерде сатушының осы сөзі рас болу керек, жалған болмау керек. Ал егер жалған болып шығатын болса, онда оның құқықтық салдары болады. Соларды қазір айтатын боламыз. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل. ولا تصح المرابحة. مرابحة саудасы сахих болмайды. Тәулия да сахих болмайды. حتى يكون العوض مما له مثل. Сол тауарға төленген айырбас құралы мисли зат болмайынша. Яғни мисли деген бұл жерде ақша болуы мүмкін. Яғни сол тауарды алғаш сатып алған кезде, мысалы сатушы қазір бір тауарды сатып жатыр. Мен бұл тауарды мынаншаға сатып алғанмын деп бір тауарды сатып жатыр. Сол тауарды алған кезде айырбас құралы, сол тауар үшін берген нәрсесі мисли зат болу керек. Ол ақша болу керек, немесе таразымен тартылатын, немесе ыдыспен өлшенетін, болмаса адад мутақариб, даналап сатылатын, бірақ даналары бір-біріне өте жақын, ұқсас заттардан болу керек. Сондай осы ақшаға айырбастап алған, немесе таразымен тартылатын, болмаса ыдыспен өлшенетін дән-дақыл сияқты, құмшеке, тұз сияқты таразы немесе ыдыспен өлшенетін заттарға айырбастап алған болуы керек. Сол уақытта мурабаха және тәулия сахих болады. ويجوز أن يضم إلى رأس المال. ويجوز جائز, рұқсат етіледі. أن يضم إلى رأس المال. Сол тауардың құнына, сол тауардың бағасына қосуға болады. Нені? Уджратул қассари. Қассардың ақысын. Қассар деген ол мысалы матаны ағартатын кісі. Өзі сондай қызмет жасайды, маталарды, басқа түстегі маталарды ағартады. Сол ағартушы кісіні, ағарту ісімен айналысатын кісіні қассар дейді. Егер бір кісі өзінің түрлі түсті матасын, сатып алған матасын ақ түске айналдырғысы келсе, қассарға береді. Қассар оны түрлі түстегі матаны ақ түске айналдырып береді. Сол ақ түске айналдырып берген үшін қассарға төленетін ақшаны
қосуы тауардың бағасына, уассаббағи бояушыға, мысалы бір мата сатып алды, ол сол сатып алған матасын басқа түске бояғысы келеді. Сол жағы бояйтын кісіге бояғаны үшін төлеген ақыны қосуға болады тауардың құнына. Тираз, егер сол матаға қосымша бір жағы нелер, этикетка немесе қосымша бір жағы ою сияқты нәрселерді енгізгісі келетін болса, сол жағы матаға оюды енгізіп беретін кісіні жағы енгізуді тираз дейді. Сол енгізгені үшін төлеген ақшаны тауардың құнына қосуына. Фәтл деген бұл анау матаны қырыққан уақытта жағы қырыққан жер тарқатылып кетеді. Сол тарқатылып кетпес үшін, шашылып кетпес үшін сол жерге бір жіп тігіп қояды. Жағы мысалы бұл кілемдерде болады көп жағдайда. Кілемді кескен уақытта сол жерін, кесілген жерін жіп тігіп қояды. Жағы шұбатылып, жағы тарқатылып кетпесін деп. Сол үшін төленген ақшаны және бидай, дәнді-дақыл сатып алған кезде сол дәнді-дақылды бір жерден екінші жерге тасу, яғни сатып алған жерінен өзінің жағы сататын жеріне, өзінің елді мекеніне тасу қажет болған кезде сол тасу үшін төленетін тасымалдау ақысын тауардың құнына қосуға болады. Міне сол шығындардың жағы тауарға кеткен шығындардың барлығын сол тауарға қосып, бұл тауар маған мынанша ақшаға түсті. Мысалы негізі өзі 100 мыңның тауары болса, жағы қосымша жағы матаны бояу, я болмаса қосымша бір тігіс енгізу сияқты жұмыстармен ол 100 мың теңгеге тағы бір 10 мың теңгедей қосылса, сол уақытта бұл тауар маған 110 мың теңгеге түсті. Үстіне мен мынанша өзімнің пайдамды қосып отырмын, немесе мен ешқандай пайда қосып отқан жоқпын, сол өзіме түскен бағаға сатып жатырмын дейтін болса, бұл жайыз. Яғни бұл осылай мурабаха саудасы немесе тәулия саудасы жайыз болады, яғни шариғатта рұқсат етілген болады. Мұндай кезде үстіне жағы шығындарды қосатын болса, бұл зат, бұл тауар маған мынанша ақшаға түсті деп айтады. Мынанша бағаға сатып алдым деп айтпайды. Егер қосымша бір шығындары болып, сол шығындарды қосатын болса, мурабаха саудасымен сататын кезде, немесе тәулия саудасымен сататын кезде, бұны мынаншаға сатып алдым деп айтпайды. Бұл тауар маған мынанша ақшаға түсті деп айтуы керек болады. فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة رحمه الله. فإن اطلع المشتري сатып алушы көрсе على خيانة бір өтірікті көрсе, яғни өтірікті байқаса, фил мурабахати, мурабаха саудасында. Яғни бұл жерде сатушы, бұл тауар маған 100 мың теңгеге түсті, мен өзімнің пайдамды 5 мың теңгеге қосып отырмын, мен пайдам бұл жерде 5 мың, сондықтан мен бұл тауарды 105 мыңға сатып жатырмын деп сатқан кезде, сатып алушы кейін тексерген уақытта олай жағы сатқан кісінің сөзі өтірік болып шықса, яғни оның бағасы жағы тауардың жағы ана кісіге келген бағасы 100 мың емес, одан да арзан, мысалы 90 мың теңге болып шықса, яғни бұл жерде сатушының жағы өтірігі байқалса сөзінде, мурабаха саудада, фауа бил хияр, сатып алушы ерікті болады. Айнда Аби Ханифата рахимахулла, имам Абу Ханифаның иштихады бойынша. Инша ахадаху би жамиъ саман. Қаласа сол келіскен бағаға сатып алады.
яғни 105 мың теңге айтқан еді ғой, 100 мың теңгеге маған келді, мен өзім пайдам 5 мың бос жерде деп 105 мың теңгеге сатқан болса, сол қаласа 105 мың теңгеге сатып алады. Қаласа сауда келісім бұзады, яғни тауарды өзіне қайтарып беріп, ақшасын қайтарып алуына болады. Ал егер тәулия саудасында сатушының жағы өтірік айтқанын көрсе, өтірік айтқанына көз жеткізсе, тәулия дегеніміз жаңа, ол жағы өз бағасына сату дедік. Мысалы, бұл тауар маған шығыны бәрі 100 мың теңгеге түсті, мен ешқандай пайда қосып тұрған жоқпын, сол өз бағасына сатып жатырмын деген кезде бұл сөзінен жағы өтірікті көрсе, яғни өтірік шықса, сатушының осы сөзінен өтірік тапса, асқатаха, ол жағы мысалы 100 мың теңгеге түсті деген деп айтқан кезінде ешқандай пайда қосып тұрған жоқпын деп тәулия қылып сатқан кезінде ол тауардың ол кісіге 100 мың емес, мысалы 90 мың теңгеге түскендігі, сол келу, оған жету, келу, шығын бәрін қосқан кезде 90 мың теңге болғаны нақтыланса, онда сол жағы арадағы айырмашылықты түсіре алады. Асқатаха минассаман. Сол жағы өтірік қосылған бағаны келіскен бағадан түсіруіне болады. Яғни айырмашылық егер 10 мың теңге болса, сол 10 мың теңгені тәулия саудасында сатып алушы түсіре алады екен. Яғни сатушыға барып, сен бұл тауар маған 100 мың теңгеге келді деп айтқан едің. Бірақ бұл саған 100 мың теңгеге келмепті, 90 мың теңгеге келіпті ғой, ешқандай пайда қосып сатып жатқан жоқпын деп айтқан едің. Деп, соны жағы нақтылап, дәлелдеп, ол жерден жағы өзінің 10 мың теңгесін қайтарып алуына болады, құқығы бар. وقال أبو يوسف رحمه الله يحط فيهما. Имам Абу Юсуф рахимахулла былай дейді, яхутту фихима, екеуінде де, яғни мурабахада да, тәулияда да сатып алушы сатушының жағы негізсіз қосқан бағасын сол айырмашылықты түсіруге құқығы бар дейді. Абу Юсуфтың иштихады бойынша мурабахада да және тәулияда да. Вақала Мухаммад рахимахулла, имам Мухаммад айтады, ла яхутту фихима, екеуінде де түсіре алмайды. Яғни қанша бағаға келіссе, сол бағаға алуға міндетті, немесе қаласа тауарды қайтарып беріп, өзінің ақшасын қайтарып алады. Яғни сауда келісімін бұза алады. Бұл имам Мухаммадтың иштихады. Енді бұл мәселеде кейбір ғалымдарымыз имам Абу Ханифаның фәтуасын негізге алған. Яғни мурабахада қаласа сол келіскен баға алады, қаласа сауданы бұзады. Тауарды қайтарып беріп, ақшасын қайтарып алады. Ал тәулияда болса, сол бағадағы айырмашылықты қайтадан қайтарып алуына болады дейді. وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا, кімде-кім бір зат сатып алса, мимма юнқалу ва юхауалу, яғни тасымалданатын жылжымалы бір мүлікті сатып алса, лам яджуз лаху байъуху, ол адамға сол сатып алған затын сатуына болмайды, хатта яқбидаху, қолына алмайынша оны сатуына болмайды. Яғни кімде-кім бір тасымалданатын мүлікті сатып алса, мысалы телефон сатып алған болса, сол сатып алған телефон тасымалданатын мүлік қой. Оны қолына алмайынша, сатушыдан өзінің қолына алмайынша басқа біреуге сатуына болмайды. Неге? Өйткені сатушының қолында тұрған кезде, сатып алушы қолына алмай тұрып, сатушы бұны жоғалтып алса, я болмаса ұрлатып алса, я болмаса бұны қиратып алса, оны сауда келісімі бұзылады, фәсік болады. Сондықтан да ол фәсік болу, сауда келісімі бұзылу мүмкін болғандықтан ол тауарды басқа біреуге сатуына болмайды. Өйткені бұл сауда келісімінің бұзылу несі бар, қаупі бар.
Ал егер жылжымайтын мүлік, жер сияқты, үй сияқты бір затты сатып алатын болса, ол жағы жерді алмай тұрып, немесе үйді алмай тұрып, яғни өзіне әлі өткізбей тұрса да, бірақ қол алысып саудасын жасап қойса, әлі өзінің қолына өтпесе де, яғни барып сол үйге барып тұрмаса да, несие сатуына болады. ويجوز بيع العقار قبل القبض. Yani қазір айтқан мәселе кітабымызда да келіп отыр. ويجوز بيع العقار. Ақарды сатуға болады. Ақар дегеніміз жылжымайтын мүлік. Жер, үй сияқты жылжымайтын мүлікті сатуға болады. قبل القبض, қолға алмай тұрып. Яғни сатып алушы әлі оны алмай тұрып. Яғни жерді, үйді қолға алу деген сөз, сатушы босатып бермей тұрып. Сатушының жағы үйде мүліктері болса, жерде кейбір мүліктері болса, ол әлі жағы сатып алған кісіге берілген болып саналмайды. Жағы кім сатушы жердегі заттардың барлығын алып босатқан кезде, үйдегі заттың барлығын босатқан уақытта, ол кімге сатып алушыға тапсырған болып есептеледі. Енді жағы сатып алынған жылжымайтын мүлік сатып алушыға әлі тапсырылмай тұрып, сатып алушы сол сатып алған жерін немесе үйін сатуына болады. Айнда Аби Ханифата ва Аби Юсуфа рахимахумалла. Имам Абу Ханифа және имам Абу Юсуфтың иштихады бойынша ол жерді, үйді сатып алғаннан кейін әлі өзіне тапсырылмаса да сатуына болады. Ва қала Мухаммадун рахимахулла ла яджузу. Имам Мухаммад болса ла яджузу, сатуға болмайды дейді. Бұл жерде имам Мухаммад жерді, жер болса да, жалпы ережеге негізделіп отыр. Жалпы ереже бойынша кез келген затты қолын алмайынша, өзіне сатып алған кісіге сатушы тапсырмайынша сатуына болмайды делінген. Бірақ енді жер бұған кірмейді дейді имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуф рахимахумалла. Себебі ол жер басқа зат сияқты емес. Басқа заттар сатушының қолында тұрған кезде сатып алушыға тапсырмай тұрып, ол жоғалып кетуі мүмкін, қирап қалуы мүмкін, ұрланып кетуі мүмкін. Ал бірақ жерде ондай нәрсе жоқ. Жерді сатқаннан кейін ол тапсырмай тұрып, жерде ұрланып кету, жоғалып кету деген нәрсе болмайды. Сондықтан да жер ол басқа заттардан өзгеше болып табылады. Соған байланысты жерді сатып алушыға тапсырмай тұрып та, сатып алушы ол сатып алғаннан кейін, қол алысып қағаз жүзінде сатып алғаннан кейін де оны сата беруіне болады дейді имам Абу Ханифа мен имам Абу Юсуф рахимахулла. Құрметті бауырлар, бүгінгі дәрісімізді осы жерде тәмамдаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.